Баршаңызға сәлем. Аянаттың асханасы деп аталатын менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жылдам түрде жасалатын қазының рецептін ұсынамын. Мына жерде жылқының еті, қараңыздар, осылай кесіп дайындалған, тілімдерге кесілді. Одан кейін тұз, майдалап туралған сарымсақ, үккіштен өткізілген ірімшік, яғни сыр, татымынша қара бұрыш және лимонның қабығы, яғни цедрасы үккіштен өткізілген. Ал енді жасалу жолын бастаймыз. Және де зубочистка немесе жіп қажет болады. Так, қыздар, қазір қазының жасалу жолын мама көрсетеді, себебі маған кішкене камераны түсіру ыңғайсыз. Жылқының етін алдымен тұздап аласыздар. Майдалап туралған сарымсақ, яғни чеснок саласыздар. Татымына қарай қара бұрыш себесіздер. Үккіштен өткізілген ірімшік, яғни сыр саласыздар. Және лимонның қабығы. Енді осылай салып дайындап алғаннан кейін рулет етіп орайсыздар. Жіппен орайсыздар. Мінекей, қыздар, барлығын осылай дайындап аласыздар алдын ала. Енді қазір маргаринге қуырамыз. Барлығын көрсетеміз. Ал міне маргаринді табаға салдық. Енді қазыларымызды саламыз. Ал аударамыз, бір жақ беті қызарды, қараңыздар. Осы жеткілікті. Енді қазір бір бұрқ етіп қайнатамыз. Одан кейін қайнаған соң астын баяу қойып, баяу отта ет піскенше пісіреміз. Жалпы тауық етінен, сиыр етінен және де қой етінен жасасаңыздар да болады. Біздікі жылқы етінен болғандықтан шамамен 2 сағат бұқтыратын шығарымыз. Себебі жылқы еті көптеу қайнайтынын білесіздер. Міне уже бізде қайнап та бастады. Бізде 2 сағат бұқтырылып пісірілді. Қараңыздар. Вау! Иісі қандай керемет, қараңыздар. Қосымша гарнир ретінде күріш пісірілді. Қаласаңыздар, әрине, қамырмен, макаронмен, лапшамен, кез келген гарнирмен ұсынсаңыздар болады. Қазір кесіп көрсетеміз.